Кенет тұтқын камерадан бір түрлі дыбыс естіді. Ол құлақты түріп тыңдау үшін еңкейген сәтте жердің көтеріліп келе жатқанын байқайды. Селк етіп артқа шегініп, сенер-сенбесін білмей еденге қадала қарады. Жер жарылып, астынан түсініксіз бір мақлық қылтия шықты. Ол қорқыныштан абдырап қалған сәтте әлгі мақлық басын бұрып еді. Оның ақ шашты қарт адам екені белгілі болды. Сөйтсе, ол да осы жерде қамалған тұтқын екен. 5 жыл бойы қашу үшін туннель қазыпты. Бірақ бағыттан қателескен. Соған қарамастан шал ашуға берілмей, қайта оны шұбатып, күннің жарығын қайта көру үшін көмек сұрады. Біраздан соң есін жиған жігіт шалдың ұсынысына құлақ асады. Шал оны өз камерасына шақырды. Оның бөлмесі әлдеқайда кең, ішінде кітаптар көп еді. Шал қашу жоспарына қосылуды ұсынды. Тек бағытты түзеп, қазуды жалғастырса, бірнеше жылдан кейін бостандыққа шығуға болады. Басында бұл ой жігітке ақылға қонбайтын ертек секілді көрінгенімен, шал бар білгенін үйретуге уәде берген соң келісімін берді. Түрме есігіндегі шағын терезе күніне 2 рет қана ашылатын. Таңертең қоқыс алынғанда және түнде тамақ әкелінгенде. Қалған уақытта олар еркін қазалатын. Шал ақ шашынан бір тұтам кесіп алып, тастың ұшқынымен тұтатып, қолдан жасалған шам арқылы туннельге түсіп, жұмысын жалғастырды. Бос уақытында ол жас серігін түрлі өнерге баулады. Ең бастысы, тамақ салынған табақты есіктің терезесіне қойып отыру керек. Табақ орнында тұрса, ешкім камераны тексермейтін. Осылайша жігіт тек білім алып қана қоймай, қолма-қол ұрыс тәсілдерін де меңгерді. Бір күні шал абайлап алға жылжып, топырақ арасынан өсімдік тамырларын сезді. Бұл олардың жер бетіне жақындағанын білдіретін. Екеуі қуанышқа бөленді. Алайда кенеттен туннель опырылып түседі. Ол шалға сыртқа шығуын айқайлап ескертті. Бірақ тым кеш еді. Шалды тас басып қалады. Оны әрең шығарып алғанмен, қарияның өкпесі қатты зақымданған. Хал үстінде жатқан еді. Соңғы демінде ол бір құпияны ашты. Кітаптардың астында қазына картасы жасырылған. Егер бостандыққа шықса, сол қазынаны тауып, өмір жолында игі істер жасасын деп үміттенді. Қайғыруға мұрша болмай, есік сыртынан аяқ дыбыстары естілді. Жігіт тез бұрышқа жасырынады. Тамақ таратушы күзетші еденде табақтың жоқ екенін байқап, есікті теуіп көрді. Жауап болмаған соң еңкейіп, ішке көз салды да, бірдеңеден күдіктеніп, көмек шақыруға жүгірді. Осы сәтті пайдаланып, жігіт туннельдің аузын жасырып үлгерді де қайта тығылды. Күзетшілер шалдың өлгенін анықтап, денесін қапқа салып кетіп қалады. Мүмкіндікті пайдаланып, жігіт онымен қоштасып алуды шешті. Және дәл сол сәтте оның басына керемет бір идея келеді. Фильмнің атауы «Граф Монте-Кристо».